Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Ошын дейтін бүгінгі видеода мен сендерге Хантер Хантер анимесінің 3-ші бөлімін айтып беремін. Ал егер осы видеоның бірінші және екінші бөлімін көргілерің келсе, арнаға өтіп, арнадан көрсеңдер болады. Ал енді мен көп сөйлемей, көп созбай видеоны бастайын. Ал ендеше видеоға кеттік. Достар, видео басталмай жатып, мен сендерге өзімнің дизайнға арналған Telegram каналымды ұсынғым келіп отыр. Мен ол жақта ава, шапка, превью тағы да басқа заттарды жасаймын. Сендер сол Telegram каналға тіркеліп, мен қолдап отырсаңдар болады, және өздеріңе керек заттарға тапсырыс берсеңдер болады. Қыз тірі екен, ол оларды сарай қызметшілеріне алып барады. Олар сол жерге келеді, және ол жерде олар тиын қай қолымда деген ойын ойнайды. Гон тиынды табамын деп қиналып жеңіске жетеді. Сосын сол жерге Киллуа келеді, және солай олар ары қарай кетеді. Гонның мақсаты Хисоканы жеңіп, оған санын қайтару. Курапиканың мақсаты өзінің руластарын өлдірген адамдардан кек алу. Ал Леорионың мақсаты жай ғана дәрігер болу. Сосын Киллуа Хисоканың күшін Гонның күшімен салыстырып, Хисоканың Гоннан қаншалықты мықты екенін көрсетеді. Киллуа Гонға мұнара шайқасы деген жерге барамыз дейді. Ондағы мұнара шайқасы 200 қабаттан астам. Бірінші шайқас басталады. Бұл шайқас тексеруге арналған шайқас екен. Киллуа Гонға сен мен сарайыма кіретін қақпаны аша алдың. Сол себепті бұл шайқас саған оңай болады. Бар болғаны қарсыласыңды итеріп жібер дейді. Гон Киллуаның айтқанын жасап жеңіске жетеді. Және Киллуа да қарсыласын бір соққымен құлатып жеңіске жетеді. Сосын бұл жерде бір жас бала бар. Ол да өзінің қарсыласын жеңген. Және бұл үшеуі 50-ші қабатқа көтеріледі. Киллуа Гонға әр қабатта әртүрлі сыйақылар берілетінін айтады. Бірінші жеңістен түскен сыйақы газдалған сусын алуға жетеді. 50-ші қабатта 100 мың, 100-ші қабатта 10 миллион. Киллуа бұрында 200-ші қабатқа жеткен кезде Киллуаның қолына 400 миллион берген екен. Ал Киллуа ол ақшаның барлығын пешене алуға құртқан екен. Сосын бақытсыз кездейсоқпен Киллуа жас баламен шайқасуға тура келеді. Киллуа өзінің сарайының 16 тонналық қақпасын бір қолмен аша алғанын айтып, жас баланы бар күшімен бір ұрады. Бірақ жас бала қалай екені түсініксіз орнынан тұрып алады. Киллуа шайқастан соң Гонға келеді. Ол Гонға ол бала бір қулық қолданған секілді дейді. Киллуа мен оны бар күшімен ұрсам да ол орнынан тұрып ала берді дейді. Ал өзі болса техникалық нокаутпен жеңіске жеткенін айтады. Гон Киллуаға оның не қолданғанын өзіне сұрайық дейді. Жас бала нен деген затты қолданғанын айтады. Жас бала оларды өзінің ұстазы Вингқа алып барады. Винг оларға бұл заттың не екенін түсіндіреді. Тен, Рен, Зетсу, Хатсу бұл 4 зат ненді байланыстырады екен. Винг оларға ненің күшін көрсетеді. Киллуа бұл күшті көріп өзінің ағасының күшімен ұқсастығын байқайды. Сосын олар Вингтен күмәнданып кетіп қалады. Киллуа Винг бізден бірдеңе жасырып жатқан сияқты деп ойлайды. Гон мен Киллуа 200-ші қабатқа көтеріліпті. Бірақ олар бір кезде ары қарай жүре алмай қалады. Оның себебі ол жерде Хисока жүр. Ол Гон мен Киллуаға сендерге ары қарай өтуге әлі ерте деп оларды ары қарай өткізбей қояды. Бірақ Гон мен Киллуа Хисоканы тыңдамай ары қарай жүруді жалғастырады. Бір кезде Винг келіп Гон мен Киллуаны тоқтатады. Және бұлай жалғастыра берсеңдер өліп кетесіңдер дейді. Винг оларға Хисоканың бұл күшіне төтеп беру үшін сендерге ненді үйрену қажет дейді. Гон мен Киллуа ненді үйрену үшін Вингке келеді. Винг оларға ненді үйретуге келіседі. Винг Гон мен Киллуаға нен туралы толық айтады. Нен барлық адамдарға берілетін күш екен, яғни осы өмірде берілетін күш. Ненді үйрену үшін өте көп уақыт кетеді. Гон мен Киллуада уақыт өте аз болғандықтан оларға ненді тез үйрену қажет. Бірақ олар ненді тез үйрене алмайды. Винг ненді адамға беріп, ол адамға ненді сол арқылы тез үйрете алады екен. Солай Винг оларға өзінің нені арқылы оларға ненді тез үйретеді. Гон мен Киллуа Винг ойлағаннан да тез ненді үйреніп алады. Гон мен Киллуа Хисокаға келеді. Және Хисоканың қолданып отқан ненін жеңіп ары қарай өтіп кетеді. Гон келесі шайқасты келесі күні бастауға келісім жасайды. Бірақ Винг оларға 2 ай шайқаспай тұрыңдар, сол 2 айдың ішінде мен сендерді жаттықтырамын деген еді. Ал Гон болса Вингті тыңдамады. 200-ші қабатта кез келген қаруды қолдануға болады. Және олардың барлығын ненді қолдана алады. Оған қоса олар Гон мен Киллуадан мықты. Келесі күні Гон қып-қызыл киім киіп алған бір адаммен шайқасады. Арадан бірнеше күн өтеді. Гон алдыңғы шайқаста жеңіліп қалыпты. Және оның қолының бірнеше сүйектері сыныпты. Бірақ арадан бірнеше күн өткендіктен Гонның қолы жазылып кетіпті. Хисоканың шайқасы болады екен. Гон мен Киллуа шайқасы көруге және Хисоканың күшін ненін көріп, Гонға Хисока жайлы толық ақпарат жинау үшін шайқасы көруге бармақ болады. Бірақ Винг Гонды онда жібермей қояды. Оның себебі өткен жолы Гон Вингті тыңдамай шайқасуға барған.
Және сол себепті Винг Гонды шайқасты көруге жібермей қояды. Хисока Кастра деген біреумен шайқасады екен. Кастрада 9 жеңіс бар. Егер 10 рет жеңіс алса, Хазайн Итажаны шайқасқа шақыра алады екен. Кастра бұл шайқастан алдын Хисокамен шайқасқан, және Кастра ол шайқаста жеңіліп қалыпты. Кастра бұл шайқасқа өте көп уақыт дайындалған. Кастра Хисоканың қолын кесіп тастайды, ал Хисока болса түр бермей тұрады. Кастра диваник жасауды үйреніпті. Кастра Хисокаға екінші қолыңды дайында дейді. Хисока кесілген қолын алып картаға айналдырып жібереді. Кейін Хисока екінші қолын кескізуге мүмкіндік береді. Кастра Хисоканың екінші қолын кеседі. Содан кейін Хисока бірінші болып кесілген қолын көрсетіп, кесілген қолына ештеңе болмағанын айтады. Ал Кастра болса оны көріп таң қалады. Хисока оның таң қалғанын пайдаланып оған соққы жібереді. Содан соң артынша Кастраның шаруасын тындыру үшін Кастраға карта ату арқылы оның шаруасын тындырады. Хисока Мат деген бір қызға келеді. Хисоканың қолдары шынымен кесілген екен. Мат нен мен инені қолданып Хисоканың қолдарын тігіп береді. Бізге Хисоканың қолданатын екі нен қабілетін көрсетеді. Біріншісі кез келген бір затты сол бір заттан айнымайтындай қылып жасай алады. Ал екіншісі сағызға ұқсайтын бір зат. Хисока ол затпен кез келген затты ұстай алады екен. Мат кетеді, бірақ кетпей жатып Хисокаға өрмекшілер тобы жиналып жатыр. Жиналатын орынды өзің білесің дейді. Хисока шомылады. Бір кезде оның артында өрмекшілер тобының таңбасы тұрғанын көрсетеді. Бұл дегеніміз Хисока өрмекшілер тобының бір мүшесі. Өрмекшілер тобы қауіпті қылмыскерлер. Және өздерің білетіндей Курапика ол топтағылардың барлығына кек алғысы келеді. Бір кезде Хисока ол топта жай ермек үшін жүргенін көрсетеді. Және ол топтағыларды алдап жүргені белгілі болады. Гон мен Киллуа енді үйренуді жалғастырады. Винг оларға Хисоканың денесіндегі аураны көрдіңдер ме дейді. Жас бала Зуши Хисоканың денесіндегі аураны көре алады. Ал Гон мен Киллуа көре алмайды. Сол себепті Винг ол екеуіне нендеріңді жаттықтырып Хисоканың денесіндегі аураны көре алатын болыңдар деп тапсырма береді. 200-ші қабаттағылар жеңіл жеңіс алу үшін Гон Киллуа Зушиға шайқасайық дейді. Бірақ олар шайқастан бас тартады. Сосын 200-ші қабаттағылар Зуши жалғыз жүрген кезде Зушиға шабуыл жасайды. Бірақ Киллуа 200-ші қабаттағылар солай жасайтын сезіп келген. Киллуа олардан жеңілуге дайын екенін айтады. Бірақ бір шартпен ғана. Ол шарт олар Гонға мүлде тиіспеуі керек. Егер шартты бұзсаңдар жақсы болмайды дейді. 200-ші қабаттағылар Киллуаның бұл сөзін бір жерлеріне де қыстырмайды. Солай Гонды да шайқасқа мәжбүрлеп қатыстырады. Киллуа Гонды да шайқасқа мәжбүрлеп қатыстыратынын біліп алады. Кейін Гон мен Киллуа Хисоканың денесіндегі аураны көруді үйренеді. Киллуа 200-ші қабаттағылар уәдесінде тұрмаған үшін оларға барады. Киллуа олардың біреуін тауып, өзінің жасырын киборг өлтіруші күшін пайдаланып, оған егер біздің көзімізге көрінетін болсаң өлесің дейді. Бағана Киллуа қорқытқан 200-ші қабаттағы Киллуадан қорқып бұл жерден кетеді. Бірақ кетпес бұрын 200-ші қабаттағыларға абай болыңдар деп ескерту жасап кетеді. 200-ші қабаттағылар оларды оңай жеңеміз дейді. Бір кезде Киллуа олардың қастарынан шығып, шынымен бізді жеңеміз деп ойлайсыңдар ма дейді. Оданша тып-тыныш ережемен ойнаңдар дейді. Олар ережені бұзбай ережемен ойнауды жөн көреді. Гон мен Киллуаның нендері өте тез күшейіп жатыр. Гон қызыл адамнан реванш алып онымен шайқасады. Гон шайқасқа өзінің қармағын алып келіпті. Гон қармаққа өзінің ненін қосып қармақты күшейтіп, жердегі дәутас плитаны аударады. Содан соң қызыл адамның аяғын сындырып жеңіске жетеді. Келесі шайқаста Киллуа мен коляскадағы бір адам шайқасқа шығады. Коляскадағы адам жыланнан жасалған екі қамшыны қолданады. Киллуа қамшыны ұстап алады, бірақ қамшыдан тоқ барып Киллуаны тоқ ұрады. Киллуа киборг өлтіруші отбасынан шыққандықтан оны тоқ ұрса да ол тоқтың ұрғанына шыдап тұра алады екен. Солай Киллуа өзіне жіберген тоқты керісінше оған жіберіп жеңіске жетеді. Кейін коляскадағы адаммен Гон шайқасады. Коляскадағы адам қамшысын қолданады. Ал Гон жердегі дәутас плитаны қолданады. Осыдан соң Гонның жеңіске жеткенін көрсетеді. Хисока Гонның шайқасын көріпті. Ол Гонға сенімен шайқасуға дайынмын дейді. Винг тағы бір қызықты нәрсені айтады. Винг 6 түрлі нен бар дейді. Усилене өзіңді күшейте аласың, не болмаса қалаған затыңды күшейте аласың. Трансформатор ненді найзағайға, не болмаса сағызға айналдыра аласың. Материализатор өзіңе нен арқылы қалаған затыңды жасай аласың. Выделение бұл маңызды емес. Манипуляция робот арқылы робот көлікті не болмаса басқа затты басқаруға болады екен. Сосын ненді стакандағы сумен қолданады. Гон усилитель, ал Киллуа трансформатор. Зуши манипулятор. Сосын арадан ай өтеді. Гон мен Киллуа белсенді жаттығыпты. Винг Гон мен Киллуаға Курапика ненді игергенін айтады. Кейін Гон мен Хисоканың шайқасы басталады.
Ал достар, видео осы жерден аяқталады. Егер келесі бөлімнің шыққан қаласаңыздар, арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып, керемет пікірлеріңізді комментарияға жазып, мені қолдап кетсеңіздер болады. Ал келесі видеода кездескенше, давайте.